Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында қойдың ішек қарынынан бұқтырма әзірлейтін боламыз. Бұны кейбір жақтарда ыстық салат деп те атап жатады. Ол үшін бізге осындай қойдың ішек қарыны керек. Ішек қарынды алып 1 сағаттай қайнатып аламыз. Оның үстіне осылай 4 бұрышты етіп турап картоп, сәбіз, пияз және болгар бұрышын салатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай менің ішек қарыным 1 сағаттай қайнатып алдым. Енді осылай 4 бұрышты етіп бірге қылып турап алатын боламыз. Міне енді қазанымызға майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне туралған пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Оны қуырып болғаннан кейін оның үстіне туралған ішек қарынымызды саламыз. Сөйтіп оны 1 сағаттай суы тартылғанша жақсылап бұқтырып қойып қоямыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің ішек қарынымыздың суы тартылды. Енді оның үстіне сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне осылай соя соусымызды және тұзымызды, қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне картопымызды салып, болгар бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бұқтырып қойып қоямыз. Достар, менің істеп жатқан салатым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне біздің бүгінгі жасаған салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.